Рас айтам, бұл көне тілде жазылған. Кім оқиды екен? Тұра тұрыңыз, оңай емес. Дегенмен өлі тілдерді көзімді ашқаннан бері зерттеп Ал келем. егер бұл жалған болып шықса ше? Уитнер мырза, атам маған жалған кітап қалдырушы ма еді? Жоқ, мен де ақымақ емеспін. Барымен ант етемін. Мына қолымдағы кітап шіркеуші қызметкерінің күнделігі. Оған ешкім мәні жоқ. Жарайды, солай делік. Онымен не істемекшісіз? Иә. Бір амалын тауып қаражат табу керек. Мұражайдан көмек. Олар мынаған сенбейді. Мен оларға дәлелдеймін. Экспедицияға қайтсем де шығамын. Бүгінгідей ме? Иә, айтайын дегенім жоқ. Оны сіз қайдан білесіз? Жарайды, соларды қойшы, олардың маған керегі жоқ. Ол жаққа қайықпен жүзіп барсам да барам. Қайтсем де барам, айтқаным айтқан. Құттықтаймын, Майло. Менің сенен естігім келгенде осы еді. Қайықтың еш қажеті жоқ, балам. Сен ол қайықтан 1000 есе мықтысы күтіп тұр. Бәрін алдын ала жақсылап ойластырдым, балам, бәрі дайын. Кім үшін? Бұл көне кітап жайлы атаң жиі айтатын. Алғашында мен оған сенген жоқпын. Сөйтіп екеуміз бәстестік. Тэтч дедім, егер сол кітапты тауып әкелсең, тамтығынды қалдырмай сүйіп тастаймын дедім. Онымен қоса экспедицияңа қаражат бөлемін дедім. Сөйтсем кітапты тауып әкеліпті. Иә, атаңның ортамызда болмаған өкінішті. Жатқан жері жайлы болсын. Престон Уитмер сөзінде тұрып, айтқанын орындады, естідің бе, достым? Енді о дүниеге кетіп қалсам да еш өкінішім болмайды. Атаң ол адам еді ғой. Жақсы адам еді. Бәріне анау мұражайдағы ақмақтар кінәлі. Сайық мазақ қылып әбден мазасын алды. Соған шыдай алмай кеттім, кім білсін. Шіркін енді айтқанын азда болса дәлел тауып қайтсаң екен. Маған сол жеткілікті. Тэтч. Неге сонша мияулап кеттік, а? Іс болса бастан Бірақ асам. Уитмер мырза, экспедицияға шығу үшін бір топ маман жинау керек емес пе? Бәрі дайын. Инженерлер керек, геологтар керек. Бәрін таптым. Ең мықтылары. Гаррита Мальер. Геология және